Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ардақты ағайын, Ақтөбе құтты мекен. Киелі топырақтан танымал тұлғалар шыққан. Бұл елін, жерін жаудан қорғауда қайталанбас ерлік жасаған қайсар рухты Қобыландының, ержүрек Есет батыр мен Бөкенбай батырлардың кіндік қаны тамған жер. Әділ төрелік еткен аузы дуалы абыздарымыз Әйтеке мен Мөңке бидің мекені. Құнанбаймен бірге қазақ қажыларына Меккеден қонақ үй салдырған, Досжан Хазіреттей дініне берік жандар туған жер. Мәдина қаласында 4 жыл діни білім алып, отанға оралып, мешіт ұстап, медреседе бала оқытқан, саяси қуғын сүргіннің құрбанына айналған Сағидолладай саңлақтар да осы өңірден шыққан. Бұл өлкеден әлі де еліне аянбай еңбек ететін, рухы асқақ азаматтардың шығатындығына кәміл сенемін. Ақтөбе қарқынды дамып келе жатқан аймақтың бірі. Елбасымыз Ақтөбені миллион тұрғыны бар алып мегаполиске айналдыру тапсырды. Осындай дамып келе жатқан алып шаһар тұрғындары бүгінгі таңда дәстүрлі ислам құндылықтары мен ұлттық тәрбие және салт дәстүрімізді дәріптеу маңызды мәселе деп санаймын. Облыс әкімі Бердібек Мәшбекұлы еліміздегі діни кадрлар дайындайтын Ақтөбе медресе колледжінің әлеуетін арттыру мақсатында облыс орталығынан 5 гектар жер телімін бөлді. Ол кісіге Алла разы болсын. Бұл бастама медресенің базалық әлеуетін арттыруға, жастарды деструктивті діни ағымдардан арашалауға, медресені Қазақстандағы заманауи талаптарға сай жабдықталған діни оқу орнына айналдыруға мүмкіндік береді. Жаңа медресе Ақтөбеге ғана емес, болашақта республикаға діни маман даярлайтын беделді де бірегей оқу орнына айналса екен деген тілегіміз бар. Ардақты ағайын, қазақта саусақ бірікпей, ине ілікпейді деген қанат сөз бар. Талай істі асарлаптып бітірген халықпыз. Ендеше еліміздің руханият саласына еңбек ететін Ақтөбе медресесінің құрылысына белсенді үлес қосуға баршаңыз шақырамын. Сауапты іске атсалысайық, жақсылықта жарысайық. Жаратушы иеміз баршаңызға жар болғай. Әмин.